Құдалар, төрге шыққан қадамдарыңыз 1000 жылдыққа жалғасатын құда болыңыздар. Апа, Мирас, Құралай, Дархан, Азамат, мына жақта бәрімізге құтты болсын. Балалар бақытты болсын. Акалек, біз еркелетіп акалек дейміз. Акалек ол аңсап күткен, сағынып күткен қызымыз бәріміздің. Сол кезде біздің Раушанымыз дүниеге келген, Құралай Раушанның кіндік шешесі. Өзі сол Раушан дүниеге келгенде қасынан жүріп, жаңағы бір тілегін тілеп, соның артынан міне іңкәр ерді, кәмшат ерді. Сонда Құралайға айтатын едім, Құралай ертең мына қыздар бақырып жылап жүрген қыздар бір күні бұларды адам болып, осыларды ұзатамыз-ау деп. Міне сол күнге жетіп тұрмыз. Ұзақ адам болсын, балалар бақытты болсын. Біздің қымбатты бақыт құдамыз былтыр осы шаңыраққа ең алғаш қадам жасап, құдалықтың бір ауылын жақындатып еді. Аға дейміз, құда дейміз. Сіздердің қадамдарыңыз құтты болып, балалар міне артынан тойға аласып жатыр. Наурызбек кеше келіп мәз болып жатырмыз, келіп қызмет етіп жүгіріп жүр. Осыдан артық бақыт жоқ. Сол біздің Іңкәр мен Нұрланда біздің бәрімізді қуантып, ертең Айсұлу тұрмысқа шыққанда, Арыстанбек үйленгенде шапқылап қасымызда жүрсін. Бірден айтып қойып жатырмын. Құдалардың көзінше. Уже жұмсаватсың ба? Уже жұмсаватырмыз. Тек осындай арамызда сіз біз болып, сыйластық болып, бір-бірімізге сондай бір сағынса, аңсап күтетін құда болып, туыс болып жүре берейік. Қымбатты достар, құтты болсын. Той-тойға ұласа берсін. Мирас, балалар бақытты болсын. Апа, ортамызда тек басшы болып, жарқырап жүре беріңіз. Сіздің айтқан жаңағы тапсырмаңызбен бәріміз жүгіріп жүрейік осылай. Биле десеңіз билеп, жүгір десеңіз жүгіріп. Жақсылық болсын. Ореке көп-көп рахмет. Келесі той сіздің ауылға жұғысты болсын. Керемет басқарып жатырсың. Құрметті ағайын, құрметті құдалар, жалпы қазақтың сөзі бар ғой, дастархан тек қана жақсылыққа, қуанышқа, тойға жайылсын деген. Осында келіп отырған міне алғашқы рет қадамдарын басып отырған, үйімізге жақсы ниетпен келіп отырған, сырға салып отырған құдаларға, жаңа мен құдалардан сұрадым, неше отбасы деп, 16 отбасы деп, 16 отбасыға осындай мінекей дастархан стол, жер стол, қазақтың жер столы, ұлттық жер стол, әр отбасыларға міне тек қана жақсылыққа, қуанышқа, тойға жайылсын деп